Қазақстан бойынша емханаға тіркелу науқаны 15 қыркүйекте басталған. 2 айға жалғасатын шараның маңыздылығы халықты сапалы медицинамен қамтамасыз ету. Яғни осы аралықта әр тұрғын қалаған емханасына барып тіркеле алады. Сала мамандары отбасылық қызмет көрсету принциптерін және медициналық санитарлық көмектің қолжетімділігін іске асыру үшін тұрғылықты жеріне жақын емханаға тіркелуге кеңес береді. Бұл медицина ұйымдарының мамандарына өз пациенттерінің денсаулықтарын тұрақты бақылауда ұстап, қажет болған жағдайда үйлеріне барып қызмет көрсетулеріне жол ашпақ. Нақты тұрғылықты жер бойынша емханаға 2 жолмен тіркелуге болады. Бірінші жол емханаға тікелей жүгінген кезде бұл ретте науқастардың тек жеке куәлігі болуы қажет. Ал өтінішті толтыру үшін бланкіні емханада беріледі. Екінші жол өтінішті егов порталы арқылы рәсімдеу. 15 қыркүйектен бастап және 15 қарашаға дейін тіркелу науқаны өтеді. Тіркелу науқаны медициналық мекеме науқастардың еркін таңдауға бағытталған. Бекіту науқаны кезінде алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету ұйымына тіркелген азаматтар осы ұйымда тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті алдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап ала бастайды. Ағымдағы жыл аталған азаматтар бұрын тіркелген алғашқы медикалық санитарлық көмек көрсету ұйымында медициналық көмекті алуды жалғастырады. Теміртау қаласындағы номері 1 емханада бүгінгі таңда 58.446 адам тіркелген. Былтырғы жылдан қарағанда бұл көрсеткіш едәуірге артқан. Емделушілер 38 учаскеде орналасқан. Оның ішінде 5 терапевтік учаскелер, 7 педиатриялық және 26 тәжірибе дәрігерлері. 15 қыркүйектен бастап қаралушыларға қалаған емдеу ұйымын таңдап, қайта тіркелуге мүмкіндік берілген. Тіркелу науқаны басқа емхана төңірегінде мекендейтін науқастарды тіркеуге бағытталған. Бірақ айта кететін жағдай, егер науқас емханада қызмет көрсететін төңіректе тұрмаса, онда науқасқа қызмет тек емханада көрсетіледі. Ал үйге шақыру қызметі оған бас тартылады. Біздің емханада тіркелген халық саны жылдан жылға өсіп келеді. 2016 жылы емханада тіркелген халық саны 54.888 науқасты құраса, 2017 жылы емханада тіркелген халықтың саны 56.108 науқасты құрады. Бүгінгі таңда емханада 58.446 науқасқа қызмет көрсетіледі. Бұл тұрғындар 38 учаскеде орналасқан, оның ішінде 5 терапевтік учаскелер, 7 педиатриялық, 26 тәжірибе дәрігерлері. Бүгінгі таңда біздің емханада учаскелерін топтастыру жүргізіледі. Яғни жаңа жалпы тәжірибе дәрігерлер учаскелері. Бұл не үшін жасалады? Бұл жалпы тәжірибе дәрігер учаскесінде бір дәрігеріне жүктеме аз және науқастарға қызмет сапалы көрсету орындалу үшін жасалады. Қазір атап өткендей, бізде жалпы тәжірибе дәрігерлерінің 26 учаскесі жұмыс істейді. Және әрбір учаскеде 1700 адамнан кем тіркелген. Теміртау қаласының тұрғыны Марина Елбазова инсулинге тәуелді диабет дертімен ауырады. Бірнеше жыл бойы ол номері 2 емханадан тегін дәрі-дәрмек алып келген. Осы жылдың жаз айында емделуші 1 емханаға тіркелуге шешім қабылдаған. Алайда емхана қызметкерлері Маринаны қабылдаудан бас тартқан. Я прикреплена ко 2 поликлинике. Мне там выдают лекарства, но нету врача. Қазірде мен номері 2 емханаға тіркелгенмін. Ол жерде менің диагнозыма байланысты дәрі-дәрмек тегін беріледі. Алайда емханада менің жеке дәрігерім жоқ. Осыған байланысты мен емделу мекемемді ауыстыруға шешім қабылдаған болатынмын. Бірақ ол жерде орын жоқ деп мені қабылдаудан бас тартты. Бұрын номері 2 емханада дәрігер Ирина Павловнаның қарауында болған кезде мен қанша көлемде инсулин мөлшерін салуды біліп отыратынмын. Ал қазір ол біраз қиындықтар туғызып отыр. Осы мәселе бойынша түсініктеме алу үшін біз номері 1 емхананың медициналық статистика маманына жүгіндік. Прикрепление граждан к организациям ПМСП осуществляется на принципах. Тұрғындардың өз қалауы бойынша емханаға тіркелу кезінде мынандай мәселелер туындауы мүмкін. Егер емделуші жарақат алып емханаға келу мүмкіндігі болмаса, онда науқасқа тұрғылықты мекен жайына қарасты учаскелік дәрігерде өз қалауымен тіркелген емхана дәрігері де еш көмек көрсете алмауы мүмкін. Осындай түсініспеушіліктердің алдын алу мақсатында тұрғындарға тұрғылықты мекен жайына қарасты емханаға тіркелуге тұруға кеңес береміз. Қазіргі уақытта номері 1 емхана жалпы тәжірибе учаскелер санын көбейту жұмысымен айналысуда. Бұл шараның мақсаты бір дәрігерге жүктемені азайтып сапалы қызметке қол жеткізу. Осы орайда тағы естеріңізге сала кетейік. Емханаға тіркелу науқаны Теміртау қаласында 15 қарашаға дейін жалғасатын болады.